Бәріңізге сәлем достар! Бұл видео көптің сұрауымен болған видео. Бұл видеода мен сіздермен шаш күтімі туралы, оны қалай тезірек өсіруге болады, және тағы да өз ойларыммен мен сіздермен бөлісемін. Жалпы қазір кез келген ғаламторды ашсақ та, кітапты, журналды көрсек те, шашты өсіруге арналған майлар және маскалар өте көп. Бірақ осы видеомда мен сіздермен шаш өсірудегі ең тиімді, ең оңай, ең сапалы, нәтижелі жолын көрсеткім келеді. Бұл шашымызды ошаған майы арқылы өсіру. Ошаған майын өндіретін компания өте көп. Бірақ соның ішінде мен сіздерге кеңес беретінім ол Эвалар компаниясын, ресейлік өнім. Негізі қайда болмасын, бір компания, содан кейін Эвалар компаниясы тұрса, оны міндетті түрде Эвалар компаниясын алыңыздар, себебі бұлардың барлық өнімдері сапалы әрі жақсы. Менің артымда тұрған басқа екі май бар, басқа компания өндіретін, бұлардың да нәтижелері бар, бірақ Эвалар сияқты емес. Негізі білесіздер ме, кез келген компанияның түптімді жазуынан да байқаса болады, мұнда жазуда басқа еш нәрсе жоқ. Қандай компания, қашан өндірді, срок годности, ешқандай. Бұның қатарында тағы да елімізде кең таралған олар домашний доктор компаниясы да бар. Бұлар домашний доктор компания ма әлде атауы сондай. Домашний доктор алдында ошаған майы, репейное масло деп жазылып тұрады. Бұлар керегі жоқ, бұлар Эвалардың қасында, бұлар шынымен түкке тұрмайтын нәрселер. Эвалар өздерінің флакондарын өте бізге оңай, жеңіл түрде істелінген. Мысалы, ешқандай қиналудың қажеті жоқ. Бұраса май болады, бұрамаса ол жабылады. Қазір көбінесе шашқа арналған басқа майлар қолданады. Оның бірден бір түрі ол майсана майы, кастровое масло. Кастровое масло, майсана майы ол қас пен кірпікке жақсы, ал репейное масло ол біздің шашымызға жақсы. Екеуін шатастырып та алмастыру қажеті жоқ, әр майдың өз орны бар. Біз шашымыздың ең басында тамырына, орта жағына және ұштарына жабамыз. Керісінше істеудің қажеті жоқ. Ошаған майы барлық шашымызға жаққаннан кейін, сосын кішкене массаж істейміз. 1-2 минуттай массаж істейміз, оны душқа арналған шапкамен немесе орамалмен ораймыз. Егер сіздер одан да көп нәтиже алғыларыңыз келсе, негізі бұл маймен, Эвалар майымен нәтиже өте жақсы, бірақ бұдан да көп күткіңіз келсе, онда орамалмен ораған соң біз фенмен тағы да кептіреміз. Кептірмейміз, оны қыздырамыз. Себебі орамал ол бізге шашымызды қызу үшін, одан да сіңіру үшін қажет қой, ал фен одан да ыстық, сондықтан да одан да қыздырады, одан да нәтижесі көп болады. Осы маймен біз 1 сағаттай орамалмен орап жүреміз, содан кейін оны шашымызды жуамыз. Жуған кезде оны бірден суға салудың қажеті жоқ. Біз бірінші оны шампуньмен жуамыз, тағы кішкене массаж істейміз, содан кейін барып оны сумен шаямыз. Егер шашыңыз өте құрғақ болып кетсе, онда кішкене ғана мөлшерде суды қолдануыңызға болады. Ошаған майын біз аптасына 1-2 рет қана қолданамыз. Одан көп қажеті жоқ. Нәтижесі жалпы ең алғаш қолданғаннан кейін нәтижесі маған берген. Шашым сонда жұмсақ болатындай, шашым жылтырап тұрады. Бірақ әркімнің, қайталап айтайын, организмдері әртүрлі, сондықтан да кейбіреулеріңізге мүмкін кеш, бірақ бәрібір нәтижесін береді. Алғашқы нәтижені сіздер 1 айдан кейін көре аласыздар. Кішкене сантиметр болса да өседі. Ал негізі толық курс ол 3 айға арналған. Тағы да қосарым, шашты күнде жуудың қажеті жоқ. Егер бұл сіздерде әдет болып қалса, онда ол әдеттен тезірек арылу керек. Себебі біздің шашымыз ол өте жұмсақ, бір таппасам жұлып қалатын, және бұл
маған тұрмайды. Шашқа өзінің күтімі бар, аптасына 1-2 рет қана жуу керек. Эвалар компаниясы бұлар кез келген дәріханаларда бар. Бағасы 310 теңге, ценникіне байланысты. Бұлар әртүрлі өздерінің иістері бар. Шай ағашының сығындысы, ара желімінің сығындысы, ет ошаған сығындысы көп, және иістеріне байланысты бұлардың бағалары да әртүрлі. Міне осылай достар, сіздермен бұл әдіспен бөліскеніме тағы да бір қуаныштымын. Негізі көп тұрғанымызда қатты қиын емес. Жағасыз, күтесіз, жуасыз, болды. Аптасына 1-2 рет қана. Сондықтан да ерінбеңіздер достар. Сонда сіздер нәтижені шынымен де көретін боласыздар. Шашыңыз өсе береді, өне береді. Ал сіздермен болған мен Іңкәр. Пока.